жүргенде түсінігім менің былайша қалай деп айтсам екен сіздерге. Крестик деген сияқты дүниелерді алып келуге мүлдем болмайды. Лауазым иелері де қарапайым азаматтар тергелетін тарғапас. Бұрынғы шенеунік мемлекет қызметкер тергеу кезінде болды. Қаланың экс-әкімі. Шымкент қаласы мен Түркістан облысында қауіпсіздік аралас номері 69 мекеменің тыныс-тіршілігі. Бостандықтың қадірін жете түсінгендердің арманы қандай? Бірер сәттен соң. Құрметті көрермендер, сотталушыларға бірден айта кетейін, діни атрибуттар, жайнамаздар, тақиялар, икона, крестик деген сияқты дүниелерді алып келуге мүлдем болмайды. Бұл мекеменің ішкі тәртібі. Одан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай арнайы тексеруші, бақылаушы азаматтар жедел тексеруден өтеміз. Оған сен жоқ па? Ешнәрсе жоқ. Арқай беріңіз. Көпшілік бұл жерді сәуле түрмесі деп атап кеткен, өйткені орналасқан ықшам ауданы осылай аталады. Қылмыстық атқару жүйесіне қарасты бұл мекемеде түрлі қылмысқа қатысы бар азаматтардың ісі қаралады, қара бастары тергеледі. Бұл нысан 2008 жылдан бастап қылмыскерлерді және қылмыскерге қатысы бар азаматтар тергеуге арналған орынға айналған. Тыныштық, үбетер жел жоқ, қапас темірдей тәртіп. Бұл ортаның аурасы ауыр. Айыпталушы мен айыпталғандар да осында. Бүгін жабық мекемеге жедел түсірілім топ бас сұқты. Қылмысына қарай бөлінеді, олардың жаңағы камераның ішіндегі жағдайларға бірдей да. Тәртібі де бірдей. Комнаталар тәртібі. Камера ішінде. Сіз мынау мекеме қай жылғы дедіңіз? Бұл 2007 жылы салынды. 2008-ден бастап адам қабылдап бастаған. Бізден бөлек Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты да осында алғаш рет аяқ басқан халық қалаулысы бұл жердің табалдырығын аттағанда қандай сезімде болғанын сұрап көрдік. Қазір заң мен тәртіп үстемдігін орнату қағидатын басты назарда ұстап жатыр. Сондықтан да біз заң мен тәртіпке бағынуымыз керек. Барлығымыздың мүддеміз бір ғой. Тергеуде отырғандар арасында Шымкент қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Мақсұт Исақов та бар. Пара алу бойынша айыпталған экс-шенеунікті біз кездейсоқ кездестіріп қалдық. Алайда түсіруге рұқсат бермеген соң камерамызды өшіруге тура келді. Ал мәжілісмен 1 минут тоқтап қал жағдайын сұрады. Көрдіңіз ғой өзіңіз жалпы. Сіз өз көзқарасыңыз қандай жалпы? Қазір ғана бұрынғы шенеунік мемлекет қызметкер тергеу кезінде болды. Қаланың экс-әкімі. Жалпы не дейді? Жалпы ой түйгенде негізі өте жағдай не емес қой, мәз емес қой енді. Жағдай мәз емес, әрине сабырлық тілейміз. Бұның ешкім басына тілемейтін жағдай. Енді мемлекеттік қызметші әйтеуір әр осындай жағдайдан өздері бір не алатын сабақ алады деп ойлаймыз. Шымкент пен Түркістан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде 3520 арнайы контингент ұсталып отыр. Ал дәл осы жерде тергеуде 800-ден астам адам бар. Олардың әр адымы бақылауда дейді департамент басшысының міндетін атқарушы. 60 күн сақталуда. 2 ай сақталады. 2 ай сақталуда. Біздің Бертус компаниясы 2 камерадан орналастырып. 2 жағынан да? 2 жағынан. Чтобы соқыр аймақ болмас үшін. Соқыр аймақ бұл мекемеде жоқ. Ал бір комнатада қанша адаммен? Бұл әртүрлі. Бөлесіздер ме сіздер оны? Тергеу изоляторына келген кезде статьяға сәйкес па? Неге? Мындай. Мекемеге жаңадан келген сотталғандар тергеудегілер түседі мысалға. Олардың сыбайластары бірге камераға жатпау мәселесі қарастырылады бірінші. Одан кейін оның жынысына қатысты болады. Әйелдер сосын құқық қорғау саласында жұмыс атқарғандар, атқармағандарына қарастырамыз. Онда қарастырамыз. Әрине. Сонымен қатар бұрын сотты болғандар мен бұрын сотты болмағандарға араластырмаймыз. Тоже араластырмайсыздар. Не себепті араластырмайды? Заңда бар өзіміздің, бізге 353-те тегі бір заң бар. Қылмыстық атқару жүйесінің тергеу абақтысында ұстау тәртібі. Сол заңға сәйкес біз мұнда әйел кісілер тоже.
Ермек Жармұхамбетұлының айтуынша аталған мекемеде сотталғандардың арасында дін орталықтарының имам, теологтар ағымдағы жылдың 6 айында 320 жеке және 222 топтық кездесу өткізіп, онда деструктивті діни ағымдарды ұстанатындар мен сенім білдіруші азаматтар қамтылған. Тереңдетілген жұмыстар жүргізіп, теологтармен, жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінен, сосын барып жаңағы дін басқармасымен, имамдармен жұмыс жасап, олардың бағытын өзгертіп, қорытынды берген кезде олар қайтадан жазасын өтеуге түзеу мекемесіне жолданады. Олардың ішіндегі жұмыс жасайтын адамдарды алдыртып, кездер енді таңдап алынады, ішіндегі анау радикалдарын жұмыс жасап болғаннан Олармен жұмыс жасайсыздар, иә? Түсіндірме жұмыстарын жаңағы. Бұл мекемеге ана крестик, тәсбих Онда жоқ. Кірмейді ғой, иә? Кірмейді ондай. Онда кітаптар жағы. Онда кітаптарда барлық библиотека бар. Библиотекада бар. Барлық кітаптар орыс тілінде болсын, қазақ тілінде болсын, әдеби кітаптар, барлық кітаптардың бәрі кітапханада қарастырылған. Онымен қатар біздің акиматтан, дін басқармасынан бөлінген кітаптар да бар. Бізге жаңағыдай как гуманитарный помощь ретінде берген кітаптар да бар. Музейлерден, нелерден берген. И газет, журналдар бар, жазылады, сотталғандар өздерінің жазасын өтеп жатқаннан кейін. Тергеушілерге туысқандар алып келеді. Оларға енді кітапты да бірақ библиотекадан алады, но журнал, газетті туысқандар алып келеді. Оларды арнайы тексеру өтеді ғой, иә? Барлық тексеріледі, печаттар ішінде өздерінде бөлек. Бұны туалеттер жабық, тексер бар, ашық жерлерде бар. Ашық жерлерде бар, иә? Стандартқа өз-өзіне қол жұмсауға бейімді сотталғандар. Оларға анда бөлек кіргізбейсіз. Сол мәселе десеңізші. Маған уақыттар қысқаруға сәйкес келеді, өйткені келу адамдар сосын ашатын тағы ашық. Жақсы. Тек қана осыны камера сөйлесе болды, басқа былай телефонда сөйлесе видео камерамен жоқ. Бірақ істі болғандар мен айыптаушылардың арыз шағым түсіруіне арналған заманауи құрылғылар барына көзіміз жетті. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынау заманауи терминал, бұл жерде жаңағыдай бірлік басқа салынбайды. Осы мекемеде күдікті болсын, сотталушы болсын, кез келген арызын ин арқылы теріп электронды нұсқада жібере алады. Тіпті қандай да бір тәртіп бұзылса, өзіне қатысты қысым болса, осы арқылы жаңағыдай прокуратураға болсын, басқа да құзырлы орган қызметкерлерін арыз шағым түсіре алады. Тек қана бұл электронды нұсқада емес, сонымен қатар міне жазбаша түрде де арнайы азаматтардың нөмірі бар, міне адам құқығын қорғайтын бірден бір арнайы орталық. Камераларға да бас сұқтық. Сотталғандардың жатын орны, бұл жерде әйел азаматшалар жатады. Мекеменің тазалық болсын, басқа да тігін жұмыстарымен айналысады. 819-шы ішкі істер министрінің арнайы бұйрығы бар. Міне тәртіп бойынша дәл осылай жатын бөлменің төсектері осылай жиналуы тиіс. Міне осы жерде 4 адам жатады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде арнайы дәретхана орындары. Тіпті мына мекемеде арнайы радио қабылдағыш та бар. Бұл істей ме біз білмейміз. Күнделікті ішер тамағы мен күн тәртібін де білдік. 28-ші камера, қазір түскі асты мына жерде қамалғандар алатын болады. Бұл жерде арнайы кезекшілер болады. Кезекшілер өз астына алатын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай бірінші және екінші тамақ. Қандай тамақ бүгін? Менюде. Күріш сорпа, екіншіге гречка. Гречка, күріш. Ал негізі жалпы қалай болады күнде? Әртүрлі тамақ менюде. Ана мереке кезінде болады. Мерекелік астар болады. Күн тәртібі қалай басталады осы жақта? Күн тәртібі таңғы 6-да. Таңғы 6-да подъем, кешкі 10-да бой. Күндіз уақытта 6-да тұрып, бет қолын жуып шайынып, таңғы асқа дайындалады. Таңғы ас 7:20 шамасында таратылып. Сағат 8-де таңғы тексеріс болады. Таңғы тексерістен кейін өздерінің серуенде ауласында дайындалады. Серуенде ауласынан кейін түсте түскі ас таратылады. Сағат 1-дің шамасында. Қалған кездердің бәрін осы мекеменің әрқайсысы өзінің бекітілген камераларында отырып, мекеме бастығының бекіткен күн тәртібі бар, соған сәйкес сотталған азаматтар, тергеудегі азаматтар өзінің несін күтіп жатады. Мысалы, сотқа барасыз, сотқа жаңағыдай онлайн онлайн сол барлығын алып барасыздар ма? Ал тексеру кезінде қалай не қыласыздар? Жеке тексересіздер барлығын? Заңсыз қандай заттар болса, мысалы
камерада қандай заңсыз заттар алып тұруға болмайды, қолдануға болмайды? Кескіш, тескіш, алтын бұйымдар, бағалы заттар, ұялы телефондар, бейне бақылау жүргізетін нелер. Бір-біріне зақым келтірмейтіндей. Ал камераның ішінде жалпы андай құмар ойын ойнайтындар, олармен қалай не қыласыздар? Камераның ішінде құмар ойын тыйым салынған. Бізде ешқандай ойындар болмайды. Кіргізілмейді ондай заттар. Оның бәрін жете бақылап отырасыздар күнде? Күнделікті тексеріс болады. Таңғы тексерістерде. Күдіктілер күнін таңының қара кешке дейін қара қапаста өткізбейді, бір мезгіл аулаға шығып таза ауа жұтуға да рұқсат етілген. Біздің бағдарлама негізі кез келген дүниені шынайы көрсетуге тырысады. Мен тұрған жер міне арнайы мынау күдіктілерге жалпы мынау сот несін үкім күтіп отырғандарға арнайы арналған серуен алаңы. Үшінші жоғары қабатта бақылаушылар жан-жақта жете бақылауда, қадағалауда болады. Ал ішкі жағына келетін болсақ, мысалы өздеріңіз көріп тұрғанда әктелген 4 бұрышты ғимарат үсті темірмен қоршалған. Міне сонымен қатар міне камера, бейне бақылау камералар да бар. Азат ел, дербес мемлекет бұл ұғымдардың қаншалықты қасиет қадірін артық екенін басқа бостандықтан шектелген алаяқтық бабымен сотталған Келес ауданының тумасы жақсы түсінеді. Түрін көрсетуден бас тартты, бірақ сұхбат беруден қашпай болашақ арманымен де бөлісті. Түсінігі менің бұлайша қалай деп айтсам екен сіздерге. Енді қалай? Тәрбиелік жерін жақсы түсінесіз ғой, тәрбиелік. Бостандық жайлы мысалы ойлайсыз ба сондай нәрселер? Әрине, енді қазір жүргенде бостандықты көп ойлайсың. Бостандықтың қадірін тек осындайда білесіз. Бостандықты білесіз. Істеген әркім өзінің бұл жерде жүрген әрбір азамат өзінің істеген ісіне, қылмысына өзі өкінеді. Екінші қайталамайын дейді. Бәрімізде сондай нәрсе. Мына оқып жатқан кітаптардың ішінде де көп бізге беретін тәрбиесі көп өте көп. Солай. Ал жалпы өзіңіз айтыңызшы, сыртта қазір көрермендер біздің қазір сізді арттан көріп тұрды мысалы. Енді сіз енді өзіңіздің болашақ қазақстандықтарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз өз жеке басыңыз? Өмірде осы жерде түйгеніңізді. Түйгенімді айтсам енді Қазақстан халқына менің айтарым бірінші байлық денсаулық дейді ғой, денің сау болсын, екінші бұндай жұмыстарға бармасын. Барлық нәрсені өз заң құқығында, өз заң бойынша ережесімен істеген дұрыс. Енді жаңылмайтын теуіп қалады дейді ғой, сол сияқты енді көбісі сондай болып келеді ғой. Барлық уақытта да ойланып тұжырымдап істеген дұрыс та. Сонда адам жақсы жұмыс істейді. Асығыстық, дүние қоңыздық, дүниеге құмарлық, соның бәрі түбі құндылық қалып келеді дейсіз. Иә, сол ондай жұмыстарды енді қалдай жұмыс болса да, негізгі жұмыстың заңына қарау, құқық бұзушылығынан негізі бармау керек. Сондай жұмыста мынау жұмысы жеңіл екен, пайдасы жақсы екендеген нәрсеге ойлана қарау керек. Жақсылық жақын жерде тұрмайды ғой. Тура дәл солай ғой. Иә, жақсылық жақын жерде тұрмайды. Қандай мәселе бойынша сіз осы мекемеге келуіңізге не себеп болды? Қандай қаржылық па, жоқ әлде үлкен суммада ма, қалай болды мысалы? Біздерде енді бұл жерге менің келгеніме бір жұмыс бабында болды, аржағы айтпай қойсылармыз. Мемлекет болды. Қаржылық жөнінен ғой. Мемлекеттік мекемеде ма, жоқ әлде басқалай ма? Жоқ, мемлекеттік мекеме жөнінен ғой. Сол жақтан қаржы? Иә, қаржы алынған. Қылмыс жасап жазасын өтейтіндер мен айыпталушыларды бақылайтын мекеме қызметкерлері өз жұмысына берік. Бастысы қауіпсіздікті сақтау мақсатында елімізге пайдамыз тисе болған дейді. Қызметке келгеннен кейін ашшы дұрысты болады. Соның бәрі көнемдеген соң форманы киіп отырмыз. Сол себепті қайқа команда келіп барыңыз деп сол жақта қызмет ете береміз. Жалпы Шымкент Түркістанның жабық мекемелерінде діни экстремизм және терроризм бағытында 74 тұлға, ал пробация қызметінде 15 тұлға бақылауда тұр. Діни кітаптар сырттан кіргізілмейді. Барлық печатпен мекеменің печаттары ішінде өздерінде бөлек. Туалеттер жабық.
Қазіргі таңда мекемелерде жаза өтеуші сотталғандар арасында жасы 50-ден асқан қарт кісілер күнделікті тексеріледі. Бұдан бөлек диагностикалық тексерістен өту үшін 20-30 адам медицина мамандарына жіберіліп отырады. Сотталғандар арасында дене мүшесіне зақым келтірушілер де кездеседі. Биыл жыл басынан бері 40 адам қатысуымен болған 37 дерек тіркелген. Оның ішінде 8 айдаумен жетер жолда орын алған. Одан бөлек 8 адам қайтыс болған.